Сәлем достар, менің есім Рая болады. Қазір фермуар сумканың лекаласын бірге сызатын боламыз. Ол үшін мынандай парақ керек болады. А4 емес, специальный менің парағы тетрадьтың, өйткені бізге клеткалармен жұмыс жасау өте оңай болады. Сондықтан парақтың ең ортасынан шеткі сызығымен сызатын боламыз. Ортасын бірінші до конца осылай сызып аламыз. Мына фермуар сумкамыздың ручкасын дәл ортасы мына шеттен қарағанда көрінетін болады өзі. Осы ручканың тұтқасы ашылып жабылатын замогы ортасы болып есептеледі. Солай клетканың бойына қоямыз осылай. Және мындай екі шетін өлшеп аламыз. Мына бетінде ішкі жағын осылай сызып аламыз. Мына. Содан кейін мынау екі басын линейкамен қосып сызып шығамыз. Жаңағы соңғы жағынан сызып метка алған жерімізден. До конца осылай апарамыз. Осылай. Мынау клетканың ортасынан екі клетка қалдырып осылай сызамыз. Және 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Осылай болады. Мына бетінде дәл солай қайталап шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Екі жақтан да 19 шықты. Енді бұлай қойып аламыз. Ортасындағы бірдей қылып, астында әлек сызып алған немізбен. Енді мына үстінен формасын сызып аламыз. Мына жерден қолмен қосып жібереміз осылай. Енді мына шеттен 8,5 болып аламыз. Мына шетте де 8,5 болады. Линейкамен мына басын қосқан кезде дәл осылай жасау керек. 6-да 4 шығу керек. Ровно 6-да 4 қып осылай сызып аламыз. Мына бетінде солай 8,5-нан 6-да 4 қып осылай сызып аламыз. Енді мына жерде 14-ке келіп тоқтайды. 14-тен жоғары қарай 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 жоғары көтеремізден мына нүктені аламыз. Сонда мына екеуін қосқан кезде 6-да 4 ровно шығады. Екеуін қосып біріктіре саламыз осылай. Мына бетінде дәл солай жасаймыз.
төрттен біреу 2, 3, 4, 5, 6 көтереміз да, 1 нүктесін нүктеге қойып, былай есептегенде ровно 6-да 4 шығады. Бұл жақтан да. Енді сумкамыздың астын белгілейтін боламыз. Ол сумканы 20 метр қылсаңыз, 20 сантиметр қылсаңыз болады, или 13 қылсаңыз да болады. Мен пока 13-тен қыламын. Осы несі жететін ұзындығы. Сумкамыздың астын біріктіру үшін 3 миллиметрден аламыз. Астына қарай 3-еуден сызамыз. 4, 5, 6 бола береді. Әркім өзінің қалауы бойынша мына бетінде дәл солай сызамыз. Астын біріктіреміз дәл осылай. Фермуар сумкамыздың лекаласы дайын. Дәл осылай овальный және де басқа да замоктармен фермуар сумканы жасай беруге болады. Ал істеріңізге сәттілік.